Құрметті Бөрхан Жолбарысұлы, қайырлы күн. Енді өзіңізге белгілі 15 наурызда қазақстандықтар республикалық референдумға қатысып, жаңа конституцияға қатысты өздерінің таңдауын жасайтын болады. Жалпы осы құжаттың мәні мен маңызын түсіну үшін бүгін сізді студиямызға шақырдық. Жалпы осы конституциялық комиссияның мүшесі ретінде, сарапшы ретінде өзіңіздің пікіріңізбен бөлісе отырсаңыз, жалпы осы комиссия, конституциялық комиссияның жұмысы барысында сарапшылар арасында белгілі бір түсінбеушілік туғызған, немесе өзара жаңағындай келіспеушілік туғызған бір сұрақтар, мәселелер болды ма? Иә, өте көп болды. Көп, мысалы, енді мысал келтірейік, Иә. Мысалы, алғаш кезде соттың шешімсіз адам жәндегі ұсталуға тек қана 48 сағатқа рұқсат болады. Соттың шешімімен, болмаса ең жәнде болмағанда 72 сағат деген сондай бап болатын. Бас прокуратураның өкілі бір-екі мәрте не жасады, өзінің баяндамасын жасады. Сонда оның ұсынысы бұндай және сағатты көрсетпей пәленше заңда осылай жазылады деген әңгімені айтты. Сол өзгертті мысалы. Одан басқа да енді мысалы мына президент құрылтайдың 2 мәрте бұл ұсынғанның жәндегі кандидатурасына вице-президент болсын, премьер-министр болсын, болмаса конституциялық соттың судьялары болсын, болмаса жәндегі жоғары жәнде аудиторлық палатаның жәнде мүшелері болсын, орталық сайлау комиссияның мүшелеріне ұсынған кезде 2 мәрте құрылтай келісім бермейтін болса, президент құрылтайды таратады деген бап болатын. Соны біз бірнеше мәрте қарастырып, қанша бұл көп дискуссия бұл қанша қалай сөйтті де, аяқ жағында бұдандай бір ортақ бір неге келді. Императивтік мандаттың орнына біз бұлай жазылатын болды енді. Осындай келісім бермеген кезде президент таратуға құқылы. Осы бір мысалы сөздің өзі қосқаны, мен ойлаймын, бұл бірнеше дискуссияның арқасында не болды. Тағы бір дискуссиялар болатын, мынау адам мен азаматтың жәндегі құқық пен жәндегі мүдделері туралы, бостандығы туралы. Осыған байланысты өте көп болды жәндегі. 5-6 мәрте осы 14-ші ма бапқа келіп талқылады. Менің ойымша, сол деген қазіргі мысалы мәтіннің жәндегі несін алатын болсақ, бәріне барлық жаңа ұсыныстар сол жерге енді деп ойлаймын. Енді мына конституцияның жаңа конституцияның жобасында жалпы адам бостандықтарына, адам құқықтарына қатысты түбегейлі не өзгеріп жатыр? Енді бұл негізінде мұны жаңадан не алатын болсақ, ең бірінші преамбуланы біз күшейттік, алғашқы сөздері. Сол преамбуланың өзінде қанша мысалы дискуссия болды. Алғаш кезде 1000 жылдық деген сөз алатын болды. Біздің тарихтағы жәндегі біздің мемлекеттің 1000 жылдығы деп. Сол мысалы лингвистер өздерінің көзқарастарын, өздерінің пікірлерін айтқаннан кейін мыңдаған жылдар деп ауысты мысалы. Осыға дейін әр мысалы сөзге, әр неге сөйлемге деген мысалы назар деген бөлетін. Ал енді адамның құқықтары мен бостандықтарын алатын болсақ, мен ойлаймын, бұл жерде жаңадан көп қосылған не болды, ойлар болды, көп идеялар болды мысалы. Бұрынғы қазіргі мысалы қолданыстағы конституцияның жақсы мысалы баптары сөгінше өткенде. Одан басқа тағы да қосымшалар болды. Мысалы кеше мысалы президенттің өзі де бір мәселені айтты. Мысалы азаматтың жәндегі үй жайын жәндегі байланысты алып қою болмаса жәндегі тартып алу болмаса не болатын болса жәндегі тек қана соттың шешімімен деп.
ол қосты мысалы, ешқандай айырмау керек деген. Неприкосновенное жилище деген статьяға президент кеше мысалы өзі соңғы отырысында өзі қосты. Ол айтты, давайте еще без судебного решения, соттың шешімсіз оған жол бермейді деп жеген. Ал сөз бостандығы, сосын мына жаңағы медициналық көмектің, сондай жаңағы білім беру саласының жаңағы тегін болуы, осыған қатысты қоғамда, әсіресе әлеуметтік желілерде көптеген жаңағындай пікірлер айтылып жатыр. Осы тұрғыда қандай дүниелер өзгерді? Енді бұл жерде енді бәріміз адамбыз, біреу қате жасауы мүмкін, енді сол анау жобаны 30 қаңтардағы жобаны ұсынған кезде мысалы қазақ тілінде тегін деген сөз болды, ал орыс тілінде мәтінінде бесплатно деген сөз болмай қалды мысалы. Сол енді бірнеше жаңа шу болды осы қалайша деп жаңа. Соны мысалы оның орнына келтірдік. Бірақ неге алатын болған кезде мынау денсаулық сақтау байланысты мынау тегін деген сөз, орысшасы бесплатно дейміз ғой енді. Сол бесплатно болғанда былай қарайтын болсақ, ол енді шын айтқанда бесплатно емес қой. Сол сөз өзгерді. Яғни азамат без оплаты деп жаңа, неуплачиваемый деді. Яғни ол басқа жақтан да ол қаржыландырады, мысалы, мемлекет жағынан, болмаса жекеменшік жанындағы мектептеріне жағынан. Бірақ жанындағы мемлекет өз мойнына былай айтқанда кепіл алады, осындай, мысалы, орта білімді алу, болмаса ең қажетті жанындағы медициналық жәрдемді көрсету, ол мемлекет өзінің және несіне алады, өзінің құзырына алады, өзі жанындағы осы міндетін орындайды деп. Сол себептен, енді сөз бостандығына келетін бұл бапқа да өте көп не болды. Себебі мынау бұрынғы қазіргі мысалы конституциядағы баптарда сөз бостандығы ол да шектеулі. Себебі басқа мысалы адамдардың, басқа азаматтардың мүддесіне, болмаса негіне зиян келтірмейтін, нұқсан келтірмейтін, болмаса жәндегі ұлттық қауіпсіздіге не болатын болса, кедергі болатын болса, азаматтардың және денсаулығына не болатын болса, осыған бәріне және шектеулі қойылды. Мен ойымша бұл жерде ешқандай бір қауіптенетін, болмаса бір шұқылайтын жағдай қажеті жоқ. Себебі даже творчествоның өзі, бұрын мысалы бір творчество деп жазылатын жаңа, қазір үшке бөлікті жәндегі өнерлі, жәндегі соның техникалық, болмаса ғылыми жәндегі творчество үшке бөлініп, мен ойымша бұл да дұрыс. Кейбіреулер одан тағы қосымша деп жазайық деді, басқа творчество бар деді, журналистиканың творчество деп айтты. Сосын кейін біреулер айтты, жоқ, журналистика творчество жатпайды, ол мысалы көбісі кәсіпке жатады. Мен ойымша енді бұл дискуссиялар енді уже өтті ғой, бірақ мен барлығы ұсыныстар, барлығы жәндегі былай айтқанда заңды, болмаса логика жағынан, барлық жағынан жәндегі дәлелделген өзгерістер болса, оның бәрі еңді деп ойлаймын. Аға, өзіңіз жаңа тілге тиек еттіңіз, мына жаңағы құндылықтар туралы айттыңыз, жалпы сөз бостандығына қайтып оралайық, сөз бостандығы жаңағы мына егерде қоғамдық тәртіпке қайшы келмесе, немесе жаңағы рухани құндылықтарға қайшы келмесе, онда жаңағыдай шектелмейді деген сияқты осындай бап бар, Осы құндылықтар жөнінде түсіндіріп беріңізші бізге, жалпы қоғамдық тәртіп дегенне, жаңағындай рухани енді құндылық дегенне деген сияқты. Енді мен ойымша қазіргі осы уақытқа дейін қалыптасқан бізде қазір мысалы бір жүйе, сол жүйені конституция деңгейіне көтеру. Жаңадан бір ойлап тапқан ештеңе жоқ. Мысалы, қазіргі заңдарда бұл бар. Ал енді мысалы құндылықтарды алатын болсақ,
сіздер білесіздер, жақында мысалы ЛГБТ-ның насихаттауына жастардың арасында тыйым салынды. Сонан соң біз Конституцияда брак, неке қию ер адам мен әйел адамның арасындағы одақ деп жаздық, иә. Ол мысалы біз мызғымас қылып жазып жатырмыз да. Себебі біз дүние жүзінде не болып жатқанын, басқа мемлекетте қандай болып жатқанын, олар жаңа бізге әкеліп сол құндылықтарды бізге әкелуі де мүмкін. Әкеліп жатырды да. И соған мысалы біз соны айтамыз, бұл біздің құндылыққа қайшы болғаннан кейін, осыған байланысты сөз болсақ, біз шектейміз деген сөз. Ал енді қоғамдық тәртіпті алатын болсақ, кешегі мысалы қаңтардағы болған оқиғалардан болса, басқаларды алатын болса, осыған байланысты, осы қоғамдық тәртіпсіздікке апаратын мысалы сөз сөйлеп, болмаса бірдеңе шақырып, не болатын болса, оған да шектеулі қойылады. Менің ойымша, бұлардың бәрі дұрыс деп есептеймін. Себебі қазіргі заман осындай өте, былай айтқанда бір өтпелі қиын заман болып тұр да. Себебі біздің қараңыздар, қасымыздағы екі көрші мемлекет соғысып жатыр. Қасымыздағы көрші мемлекетке соғыс бастауы мүмкін, мысалы Иранға да. Ол ішіміздегі тұрақсыздық апармау керек. Біздің халық ойбай, мынаға барып көмектесейік, болмаса мынаға барып соғысайық деген, ондай да әңгіме болуы мүмкін. Түсіндіңіз ба? Осының бәріне шектеу қойылуы мүмкін. Сөз бостығында осындай айтылмау керек деген, осыны Конституцияға нақты қылып біз бекітіп қойдық деп ойлаймын. Керемет, жақсы түсінікті. Енді әлеуметтік желілерді шулатқан тағы да бір бап, мемлекеттік тілге қатысты 9-шы бап. Осы ретте көптеген жаңағы даулар да туды. Халықтың қарауына ұсынылатын жобада мемлекеттік және орыс тілінің жалпы мәртебесі туралы не өзгерді? Жалпы халық үшін, азаматтар үшін не өзгерді? Енді менің ойымша қазақ тілі мемлекеттік тіл деп шегелеп тастадық. Бұл вообще мызғымас. Қазақстанда бірақ мемлекеттік тіл. Ол қазақ тілі. Ол мысалы бірінші жаңағыдегі баптың ішінде бірінші тармағында жазылған. Енді мысалы орыс тілі мемлекеттік ұйымдарда, органдарда және жергілікті өзін басқару органдарында қазақ тілімен бірге емес, енді алдына тең деп жазылатын, қазір қатар деп жазатын болды. Мен ойымша, енді бұл бір жағынан лингвистик, стилистикалық жөніндегі талап бойынша дұрыс жазылған деп ойлаймын. Бұл бір. Екіншіден, кішкентай болса да бір өзгерістер бол, бұл өзгерістер нені көрсетеді? Біздің Қазақстанда қоғамда өзгерді, біз уже былай айтқанда сауаттылық бір бөлек, біз уже мемлекет болып қалыптастық. Алғашқы Конституция, мынау 95-ші жыл, ол кезде тек қана өтпелі, біз совет неден шыққанбыз, совет өкіметінің жүйесінен шыққанбыз, сол кезде сөйтіп жазылған. Ал енді қазір, енді тең мен қатардың айырмашылығы қандай деп есесіз ғой? Бәрі сұрайды соны. Енді біріншіден мен тағы да айтайын, бұл мемлекеттік органдарда. Бұл жәндегі жергілікті өзін басқару, местный самоуправлениенің органдарда жазылған деп. Ол бір. Екіншіден, тең деген сөз, кез келген мысалы қазақ тілінде, мемлекет тілінде жасалған құжат болсын, болмаса кез келген азамат келіп бір ақпарат болмаса бірдеңені талап еткен кезде, жаңа екі тіл бірдей болу керек деген сөз. Түсіндіңіз ба? Екеуі, анау да мынау да екеуі бірге жүру керек деген сөз. Қатар деген сөз, ол тек қана сұраныс болса, сұраныс болатын болса, сол кезде ол тіл жөніндегі қанамен қатар пайдалану мүмкін. Ал оны сұраныс болмайтын болса, мен өзім ойлаймын, мысалы, бізде оңтүстікте, батыста, болмаса басқа бір облыстарда
таза мысалы қазақша сөйлеп, қазақша жазып үйренген азаматтар не қылатын болса, ол жерде оған сұраныс болмауы да мүмкін. Бірақ бізде енді көп ұлттық мемлекетпіз ғой, бізде басқа да мысалы аймақтар бар, не бар. Сол жерде мысалы келіп, керек кезде болған кезде, анау және қатар деген сөз, сонымен бірге жүреді деген сөз. Сол себептен, бірақ қазіргі осы уақытқа дейін келе жатқан біздің тәжірибеміз осы мен ойлаймын онша қатты өзгермейді. Тағы да мынандай бір сұрағым бар, вице-президентке қатысты. Вице-президент лауазымына қатысты бастапқы Конституцияның жобасында былай болды да, ал жаңағы екінші нұсқасында жаңағы кең талқыға түскеннен кейін басқа жаңағы дүниелер енгізіліпті. Осы өзгерістер туралы толығырақ айтып бересіз бе? Енді алғашқы мәтінде вице-президенттің құзыретін жазған кезде үшке бөлетін. Екеуі президенттің по поручению президента дейді, соны сөйтіп жазған. А біреу жаңағыдегі құрылтаймен жұмыс жасау, болмаса мемлекеттік органдармен не болып қоятын жаңағы. Менің ойымша қазір редакциялы бір өзгеріспен бір неге әкеп қойды да, себебі кейін президенттің өзімен бекітеді жаңағы қандай бағытта кіммен жұмыс істейтін ол өзі бекітеді. Себебі вице-президент ол енді президенттің тағайындауымен болады, бірақ құрылтайдың келісімімен болады. Құрылтай келісім береді, президент тағайындайды. Сол кезде тағайындаған кезде енді вице-президент ол мүмкін президенттің мерзімде 2-3 мәрте ауыса ма, мысалы вице-президент 2-3 жыл істеп басқа вице-президент бола ма, ол енді толық 7 жылға президент срогына болады деп ешкім айтпайды оны. Түсіндіңіз ба? Бұл жерде былай болып тұр, мысалы менің естуімше Түркияда президент 3 вице-президент тағайындайды. Себебі мына біздің президенттің лауазымы сонша жұмысы көп, сонша бағыты көп, не болып. Соның жұмысын жеңілдету үшін басқа біреуге, былай айтқанда бөліп басқа біреуге беріп қою үшін осы вице-президенттің несін қойып жатырмыз. Түсіндіңіз ба? Ал енді келген сол тағайындаған адам оның қабілеті неге жақын? Ол қай жақты мысалы алып кетуі мүмкін? Сыртқы саясатты алып кете ме, ішкі саясатты алып кете ме, жоқ басқа бір сауал, құрылтаймен жұмысын, оны президент өзі кейін немен шешу мүмкін да. Сөйтіп сондай редакцияны істеп қойды, президент не қылатын. Бұл жерде бұл вице-президент сайланбаған ғой, ол тағайындалатын алған. Сол себептен, бірақ президент өзін несін атқармайтын болса, жоқ неге кететін болып қалса, отставка кететін болса, денсаулығына байланысты басқа не, вице-президент соның несін алады. Былай айтқанда полномочия соған өтеді, вице-президентке өтеді. 7 күннің ішінде ол ант беру керек, президенттің антын беру керек. Сол 7 күннің ішінде құрылтай 2 айдың ішінде сайлаудың бекіту керек. Көрдіңіз ба? Бұл жүйе өте мен дұрыс деп есептеймін, себебі бұл жерде құрылтайдың ықпалдығын күшейтеді. Құрылтай өзі шешім қабылдайды, вице-президент қабылдамайды. Уақытта белгілеп қойған 2 айда сайлау өткізу керек. Сол 2 айдың ішінде қанша кандидат болады, солар сайлауға түседі. Қазіргі конституцияда былай қылып жазылған. Кезекті президенттің сайлауы желтоқсан айының 1-ші демалыс күні өтетін деп бар. Енді біз қазір оны алып тастады. Кезекті президенттің кез келген сайлауы, кезекті сайлауы, мынау президенттің өкілеттігі аяқталатынына 2 ай қалған кезде жариялануы керек, қайтадан өткізу керек деп. Сондай болатын болды қазір. Жақсы, түсінікті. Енді жаңағы президенттің өкілеттігі туралы айтып жатырмыз, президенттің жалпы қалай айтсам екен,
президенттің өкілеттіктері, оларды шектеу тетіктері, биліктің жауапкершілігі деген сияқты әңгімені айтып отырмыз ғой, осылардың арасындағы тепе-теңдік қалай реттелген жаңа конституцияның жобасында? Енді президент кеше айтып кетті да, біз өзіміздің принцип қағидатымыз бар ғой, күшті, мықты президент, ықпалды парламент, есеп беретін өкімет деген. Сол бірінші жәндегі мықты сильный президент дегенді осы жаңа конституцияда жақсы көрсеткен. Бұрын мысалы президент бас прокурор, конституциялық соттың төрағасы, жоғарғы соттың төрағасы, немен сенаттың келісімімен тағайындайтын. Қазіргі конституция өзі ешкіммен келісімсіз ол тағайындайтын болды. Міне, бұл нені көрсетеді? Президент өзінің кандидатурасын өзі бірден тағайындайды. Ал енді конституциялық соттың жәндегі судьялары, оларды президент ұсынады, құрылтай сайлайды. Жоғарғы соттың басқа судьяларын президент ұсынады, құрылтай сайлайды. Орталық сайлау комиссияның мүшелерін, сосын жоғарғы аудиторлық палатаның мүшелерін, сосын жәндегі адам құқықтарының жәндегі өкілетті азаматы, соның бәрін құрылтай сайлайды. Бірақ ұсынатын президент. Бұл енді тепе-теңдікті алатын болсақ, мысалы ықпалды құрылтай деп парламент дейміз, ең бірінші ықпалдығын күшейтетін ол депутаттардың саны. Мысалы қазір мәжілісті алатын болсақ 98, құрылтайда біз 145 деп бекіттік. Яғни мынау өкіметпен тепе-тең жәндегі пікірсайыс, жәндегі пікірталас өткізу үшін парламенттің жәндегі ықпалы болу керек. Адамдардың жәндегі несі. Өкіметте қанша адам жұмыс істейді? Өкіметтің министрлікте қанша адам істейді? Бұл жерде мысалы депутаттардың да саны, олардың көмекшілері, сосын комитеттердің саны, ол комитеттердің бәрі кейін конституциялық заңда бекітетін болады. Соның бәрін жәндегі былай айтқанда теңдік болу керек. Осы жәндегі атқару билікпенен өкілетті билікпен арасындағы екеуі теңдік болу керек. Менің ойымша, осы қазіргі мысалы ұсынып жатқан осы конституциядағы мысалы жүйе бар емес па? Ол тұрақты жүйе. Тұрақты жүйе. Неге мысалы президентке мынандай құқы берген, чтобы құрылтайды таратуға? Біз неге қараңыз? Францияның несіне қараңыз? Ол өкімет жәндегі 2-3 айда жәндегі отставка кетіп жатыр. Олардың ұлттық жәндегі парламенті, национальный собрание дейміз ғой, жаңа кандидатураны бекітпейді. Бұлай айтқанда жұмыс тоқтап қалуы мүмкін. Жәндегі екеуінің арасындағы қайшылықтар бір-бірімен күресу осы институттардың арасында. Вообще бұлай айтқанда кімдерді Американы алатын болсақ, бюджетке келісім бермеген кейін шатдаун дейді, 3-4 ай мысалы қаржыланды тоқтатады жәндегі мемлекеттік органдарда. Сондайға жол бермеу үшін, тұрақты жүйе болу үшін осы жүйе қазір ұсынып отыр. Менің ойымша, бұл эффективный жүйе. Сонымен қатар, сіздер білесіздер, вице-президенттен басқа тағы қоғамдық кеңес құрылды. Ол конституциялық статус алды. Халық кеңесі. Халық кеңесі. Ол жерде жәндегі 126 адам болады деді, бірақ енді ол несін жазбады, оны кейін конституциялық заңда жазылатын болады. Олар 3/1 деп айтылды президент өзіне, құрылтайдың Қызылордада құрылтайда. 42-сі ассамблеядан болады, халықтың ассамблеясынан. 42-сі жәндегі аймақтардың жәндегі мәслихатпен қоғамдық кеңестің несі болады. 3/1 42 адам қоғамдық ұйымдардан, саяси партиялардан неден адам болады. Яғни бұл былай айтқанда құрылтайға өкілеттік
өкілеттік жөніндегі несін функциясын аймақтағы мүдделерді болмаса жөніндегі қоғамдық не ол жерге жиналып жылына бір мәрте жөніндегі жиын өткізеді кем дегенде осы жөніндегі идеялар болмаса заңдарды ұсынуға осындай өкілеттік беріп қойған жаңағы халық кеңесіне. Сол себептен мен ойымда бұл жүйе президент айтқандай бұл жаңадан архитектура болып жатыр, мемлекеттің құрамы. Біз жаңадан мемлекет құрып жатырмыз айтқанда. Жаңадан құрылтайшы болып жатырмыз осы конституция бойынша. Сол себептен бірақ бұрынғыдан жөніндегі жоқ деп жатқан жоқпыз, бірақ былай айтқанда жаңадан фундаментті ауыстырып, күшейтіп, қайтадан жаңадан мемлекет құрып жатырмыз деп ойлаймын. Халық мен ойлаймын келешек осы референдумды қолдайды. Оны қолдағаннан кейін конституцияның несінде қорытынды баптарында жазылған 1 шілдеден бастап күшіне енеді деп. Жақсы, керемет. Енді басты өзгеріс бұл жағы бір палаталы құрылтай. Екінші палатаның жоқтығы заң шығару процесін, заңды қабылдау процесін қаншалықты жеңілдетеді, әлде ол күрделендіре түседі ме? Мен ойымша ол біріншіден жылдамды болады жаңа қабылдауы. Ол бір. Екіншіден конституция біз жаздық, әр заң кем дегенде 3 оқылым болу керек. Оны енгіздік. Үшіншіден біз енді ол парламент реформа жөніндегі жұмыс тобында айттық. Негізінде қазір мысалы конституцияда сенат болсын, мәжіліс болсын, ол жерде шектеу бар да 7 комитет болады деп. Бұл жерде комитеттің саны енді конституциялық заңда бекітіледі болады. Мүмкін 9 болады, мүмкін 8 болады, мүмкін 10 болады. Қанша қажет сонша болады. Сол комитеттерді 1-2 комитет мықты комитеттер болады. Яғни мен ойымша заңдарды қабылдайтын комитет болатын болса, жаңа заңдарды қарастыратын. Законодательство дейді ғой, сол комитет головной комитет болады ма? Ол сол жәндегі заң алдын ала сарапшылардың несінен өтуі мүмкін. Қарауына. Қарауына. Біз мысалы қазір мәжілістің жанында қоғамдық палата деген бар ғой. Сол кезде талқылаймыз ғой, жаңа сарапшылар қосымша неден басқа мәжілістен басқа. Жұмыс топтарын айтасыз ба? Біз қоғамдық палата бар мысалы, сол жерде талқылаймыз. Ол да жұмыс. Сол жұмыстардың бәрін алғанда мен ойлаймын, заңдар жылдам и сапалы деңгейде қабылданады деп ойлаймын. Құрылтай осы жұмысты атқарады деп ойлаймын. Жақсы. Енді жағы соңғы сұрақ, жекелеген нормаларға тоқталмай-ақ, жаңа конституция жобасының негізгі мәні, мағынасы неде? Енді біріншіден біз қалыптасқан заманауи мықты мемлекет болғанымызды көрсетеді. Ол бір. Екіншіден біз өзіміздің тарихи қалыптасқан жаңадан бір инновациялық ашықтығымыздың бейбіт жолмен келе жатқанымыздың құндылықтарды бекіткен конституция болады. Үшіншіден әр адамның, азаматтың құқық пен жаңа бостандығына байланысты сол бөлігін қатты күшейтіп нақты бекітіп қойғанымыз үшіншіден. Төртінші, біз жаңадан мемлекеттің жанындегі былай айтқанда жүйесін құрып жатқанымыз и келешекте тұрақты жолмен тұрақты бағытпен жолмен жүретін мемлекет боламыз деген осыны мен ойымша осыны көрсетеді осы жаңа конституция. Жақсы, құрметті Бұйрықхан Жолбарысұлы, сізге көптен көп тағы да рахмет. Осылай уақытыңызды бөліп, сұрақтарымызға жауап қатып, түсінікті мәлімдеме бергеніңіз үшін көптен көп рахмет. Сіздерге рахмет.